Қайырлы күн достар, сіздермен Айжан. Бүгін сіздерге өте дәмді болып шығатын трубочкидің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қажетті заттар: сары май, қаймақ, ұн, қопсытқыш және тұз. Ең алдымен сары май мен ұнды, тұз бен қопсытқышты қосып, жақсылап араластырамыз. Қаймақ қосып, қамыр елейміз. Дайын болған қамырды салафанға салып, тоңазытқышқа 30 минутқа қоя тұрамыз. Әзірше кремін дайындаймыз. Творожный сыр мен қантты ұнтақты жақсылап, қанты ерігенше миксерлейміз. Кремі жақсы шығуы үшін сливки де творожный сыр де салқын болуы қажет. Тоңазытқышта кем дегенде 8 сағаттай тұруы қажет. Сливкиді қосамыз, міндетті түрде жоғарғы пайыздағы сливкиді пайдаланыңыздар. Бір келкі өзінің формасын ұстап тұратын әдемі крем дайындаймыз. Миксерлейтін ыдысыңызда бір су ешқандай болмауы қажет, құрғақ болуы қажет. Тоңазытқышқа қойып алсаңыздар да салқындатып, өте кремі жақсы шығады. Крем дайын болды, тоңазытқышқа қоя тұрамыз. Трубочкеге арналған осындай формаларды пайдаланамыз. Ең алдымен бірінші трубочкиді пісірген кезде формамызды майлап аламыз. Қамырымыз дайын, 2 бөлікке бөліп, жұқа етіп жаямыз. Осылай ұзын жолақтарға бөліп шығамыз. Формамызға орап шығамыз. Неке дайын болды. Жұмыртқаның сарысына кішкене сүт қосып жіберіп, үстінен жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Трубочкеміз пісті. Толықтай суығаннан кейін формадан босатып, кремін жағамыз. Осындай кондитерлік қапшыққа салып алдым. Бетіне қант ұнтағын сеуіп шығамыз. Мінекей трубочкамыз дайын болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Өте тез дайындалады. Дәмі деген керемет болып шығады. Жасап көріңіздер. Егер жасап жатсаңыздар, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Міндетті түрде оқимын. Барлығыңызға ас болсын.